Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай қазанды үй жағдайында аппақ қылып тазалаудың жолымен бөлісетін боламын. Ешқандай химикатсыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Ең алдымен үлкен ыдысымызға 10 литр суымызды құйып, оның үстінен 72% кір сабынымызды саламыз майдалап. Одан кейін ас содасынан 6 ас қасық, сұйық майдан 6 ас қасық салып, жақсылап араластырып алып, қайнатамыз. Қайнаған бетте осындай көпшік болып шығады. Астын баяу қойып, кірленген осындай майланған қазан ыдыстарымызды саламыз да 30-40 минут қайнатамыз. 30-40 минут өткеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай бірден майлары ағып түсіп жатыр. Бастысы ыстық күйінше осылай губканың немесе қырғыштың көмегімен сүртіп алсаңыздар болғаны. Осылай бірден кетеді, ал мынау қарайған жерін кішкене қырғышпен немесе пышақпен қыруға тура келді. Өйткені ол қатып қалған біраз болған май, сондықтан ол майда жібіп тұратын болады. Осылай пышақпен 1-2 қырып жіберсеңіздер кетіп қалады. Тағы да салып қайнатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай суымыздың түсі кір түс болып өзгеріп кетті. Ыстық күйінше алып, 1-2 қырып немесе сүртіп алсаңыздар, майлары өзі еріп түсетін болады. Дәл осылай қазанның қақпағында салып, оны да жарты сағат 40 минутқа қайнатып аламыз. Сол кезде оның майлары сыртына шығып еріп тұратын болады. Соны губканың көмегімен 1-2 ысқып жіберсеңіздер кетіп қалады. Ешқандай әділетті қолданбай-ақ осылай қазандарыңызды тазалап алсаңыздар болады. Мен осы қазанды әдейі біраз күн жумай, осы әдісті тексеру үшін, до и после анық көріну үшін осылай жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай майлары еріп түседі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Астындағы қарасы қатты кетпесе де, қазанымыз тап-таза болып, майларының бәрі түсіп қалды. Ешқандай химикатсыз, осындай үй жағдайында оңай әдіспен қазандарыңызды тазалап алыңыздар. Бұл әдіспен табаларыңызды, осындай темір ыдыстардың барлығын қайнатып тазалап алуға болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.